жүре берсең көре береді екенсің. Тауықтарымызға арнап бір тор жасайын дедік. Қандай тор екенін кейін көрсетемін. Бұл торды жасау үшін біздің мынандай Пиндоштан алған осындай құралымыз көмектесіп жатыр. Бұл құрал екі бөлек тұрған нәрсені біріктіреді. Мынандай орап, өзінің арнайы осындай оқтары бар, скобалары. Екі бөлек тұрған нәрсені жаңағы оқтары қысып қалған кезде мынандай етіп орап тастайды, біріктіреді, сым сияқты. Ешқандай күшті қажет етпейді, бәрі оп-оңай жасалынады. Біздің шаруашылығымызға алған, Пиндоштан алған екінші нәрсеміз. Оған дейін біз көкөністерді ұсақтатқыш алған болатынбыз. Міне тор осылай біріккеннен кейін тікесінен осылай қоюға болады, астын жерге бекітуге болады. Ішіне шөпті салып, тауықтар сыртынан жейді және айналасына шашпайды. Кейін желінбей қалған шөпті алып, біздер компостқа қосамыз.